Қайырлы күн достар, сіздермен Гүлмира, сіздерді Гумамен каналында көргеніме қуаныштымын. Бүгін біз сіздермен Pinduoduo сайтында жеке кабинет бөлімі туралы айтатын боламын. Достар, дәл қазір біз Pinduoduo сайтында жеке кабинет бөлімінде тұрмыз. Бұл жерде сіздер білулеріңіз керек маңызды бөлімдер бар. Мен қазір олардың әрқайсысымен жеке-жеке таныстырып өтетін боламын. Pinduoduo сайты ашылғаннан кейін сіздер өз есімдеріңізді өзгертіп қоюларыңызға және суреттеріңізді қоюға болады. Одан кейін мына бөлімге түсетін болсаңыздар, сіздер Pinduoduo сайтынан зат сатып алған кезде ол негізінен 5 бөлімнен жүріп өтетін болады. Бірінші, бұл бөлім сіздер ақшасы төленбеген, яғни төленуден өтпеген заттар осы бөлімде тұратын болады. Мысалы, сіздер бір затты сатып алғыларыңыз келіп бастадыңыздар, бірақ оны сатып алған жоқсыздар. Төлем сәтті аяқталған жоқ. Барлық заттар осы бөлімде тұратын болады. Ал енді екінші бөлім. Бұл бөлімге келетін болсақ, сіздердің заттарыңыздың төленген заттарыңыз осы бөлімде тұратын болады. Яғни ақшасын төленгеннен кейін сіз өзге бір адаммен қосылып сатып алатын кезде, немесе сізбен басқа бір адамды қосылып сатып алуын күткен кезде затыңыз осы бөлімде тұратын болады. Үшінші бөлім, яғни мынау сағаттың белгісі тұр бұл жерде. Сіздің затыңыз ақшасы төленді, енді ол қытайлық сатушы оны орап, яғни Қытайдағы складқа қарай салып жіберетін кезде осы бөлімде тұрады. Яғни әлі сіздің затыңызды салып жіберген жоқ, дайындап орап қойды, жіберейін деп жатыр. Төртінші бөлім, яғни машинаның суретін көрулеріңізге болады. Бұл бөлімде сіздердің заттарыңыз жолға шықты. Қытайдағы складқа қарай жолға шығып кетті деген сөз осы бөлімде пайда болады. Енді ең соңғы бөлімді көріп тұрсыздар. Бұл бөлім бізде сіздердің заттарыңыз қолдарыңызға тигеннен кейін, алғаннан кейін ол туралы пікір қалдыруларыңызға болады. Жалпы байқайсыздар ма, Pinduoduo сайтында бір заттың астында өте көп пікірлерді, яғни отзывтарды көрулеріңізге болады. Оны адамдар жайдан-жай қалдырмайды. Біріншіден, ол адамдардың қалдырған пікірлері сіздің сол заттың қандай екенін алмай тұрып көруіңізге пайдасын тигізсе, екіншіден, сіз бір дүкеннен затты алғаннан кейін өзіңіздің шынайы пікіріңізді қалдыратын болсаңыз, келесі жолы сол дүкеннен зат сатып алатын кезде сізге қандай да бір скидкалар жасайтын болады. Сол үшін қытайлық сатып алушылар міндетті түрде өзі сатып алған затқа пікір қалдырып үйренген. Енді достар, 5 бөлімді түсіндіңіздер деген ойдамын. Енді оның төменгі бөліміне назар аударатын болсақ, тағы да 5 нәрсені көруімізге болады. Бұның ең біріншісі купондар, яғни сіздерде әлі қолдануға болатын, әлі де уақыты бітпеген купондарды көруімізге болады. Мысалы, әр заттың тұсында, астыңғы жағында қызыл сызық тұр. Әлі қызыл сызық толық бітпеген, яғни бұл дегеніміз біз осы затты жеңілдік бағасымен аламыз деген сөз. Міне бұл жерде біз қолдануға болатын купондардың қанша процент скидкада тұрғанын және бағасын көруімізге болады. Және осы үшінші бөлімнен уақыты өтіп кеткен купондарды көруімізге болады. Яғни біздің жеке маған тән қолдана алатын, қолдану өтіп кеткен купондарды осы тұстан көруге болады. Ал енді бұл тұста не бар? Бұл тұста сіздер бір заттарды көру барысында сол зат сізге ұнап қалса, бірақ қазір алмайтын болсаңыз, ол сізге ұнаған затқа лайк басып десек те болады, жүрекше басып кету арқылы осы бөлімде ол заттар сақталатын болады. Үшінші, бұл бізде, мысалы, сіздер Pinduoduo сайтында өздеріңіз ұнаған дүкендерге, яғни магазиндерге, немесе фабрикалар, зауыттарға жазылып кететін болсаңыздар, онда ол сіздерден осы бөлімнен тапсаңыздар болады. Және сіздер жазылған дүкендердің заттары үнемі сіздерге шығып отыратын болады. Яғни өздеріңізге ұнаған дүкендерден алдағы уақытта зат сатып алу үшін, оны жоғалтып алмау үшін жазылып кетсеңіздер болады. Енді төртінші тұрған аяқтың ізі. Бұл дегеніміз Pinduoduo сайтын сіз көру барысында жақсы заттарды кездестіруіңіз мүмкін, және оны кейіннен тағы іздеп жоғалтып алуыңыз мүмкін. Сол кезде осы аяқтың ізі тұрған бөлімге кірсеңіздер,
сіз осы уақытқа дейін қараған барлық заттарды көрулеріңізге болады. Мінекі қараңыздар, мен көбіне сумкаларды, одан ыдыстарды және де балалар киімдерін қарайтынымды көрсетіп тұрып, осы жерден мен жоғалтып алған затыма кірсем, дәл сол дүкеннен дәл сол орнына қайтып келетін боламын. Немесе сіз бір зат сатып алдыңыз да кейін оны жоғалтып алдыңыз, осы тұстан кеп қарай берсеңіздер өте ыңғайлы. Бесінші тұрған бөлім бұл бізде ақшаны қайтару мәселесі бойынша. Яғни болашақта сіздер бір затты алдыңыздар және оның ақшасын қайтарып алу, яғни возврат жасау кезінде ол осы тұста сақталатын болады. Сол туралы бүкіл информацияның барлығы. Жоғарғы және төменгі бөліктегі 5 бөлімнің барлығымен таныстыңыздар. Енді төменгі бөлімге түсетін болсақ, бұл жерде әртүрлі бөлімдерді көрсетіп қойған. Бөліп ағаштың суреті тұр, жүз деген тұр, жұлдызша, сиырдың суреті тұр. Бұның әрқайсысының өзіндік білетін және білдіретін белгісі бар, мағынасы бар. Бірақ сіздерге бұның ішінен 3 қана нәрсе маңызды. Біріншісі мынау адрес енгізу кезінде, яғни сіздер зат сатып алу үшін Қытайда складтарыңыз, яғни логистикалық компанияларыңыз болу керек. Сол адресті осы жерде енгізесіздер. Екінші, бұл қолдау бөлімі, яғни сіз қандай да бір сайтта түсінбеген тұстар немесе қиындықтарға тап болсаңыздар, тікелей осы жақтан сөйлесулеріңізге болады, бірақ Қытай тілінде сөйлесетін боласыздар. Үшінші, настройка бөлімі. Бұл бөлімде өздеріңізге керекті бөлімді аударып алып, мысалы парольді өзгерту немесе тағысындағы нәрселерді осы жақтан көрсеңіздер болады, достар. Міне достар, жеке кабинетте білу керек тұстың барлығын түсіндірдім деп ойлаймын. Астыңғы жақта сіздерге тағы көбіне не қарасаңыздар, сондай заттарды сатып алу үшін сіздерге ұсынатын болады. Егер сіздерге пайдасын тигізген болса, лайк басыңыздар, өтініш, каналға тіркеліңіздер және алдағы уақытта да осындай пайдалы ақпараттардан құр қалмас үшін қоңыраушаны басып кетіңіздер. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар, достар.